Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді етті бәліш жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды аламыз, үстінен салқын сары майымызды салып үккіштен өткіземіз. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін мені қолдап, подписаться батырмасын басып, лайк басып қоюларыңызды сұраймын. Келесі қолымызбен майдалап үгітіп алғаннан кейін үстінен майонез саламыз. Келесі қаймағымызды саламыз. Тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бастапқыда осылай қасықпен араластырып аламыз. Сосын қолымызбен июі қанғанша жақсылап илейміз. Бізде осындай өте нәзік, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Дайын болған қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Келесі біз салмасын дайындаймыз. Салмасына мен пияз, картоп және де етті пайдаландым. Сіздер қалауларыңыз бойынша пияз бен етті ғана қолдансаңыз болады, бірақ маған картоппен дәмдірек. Барлығын бірге салғаннан кейін үстінен тұз, бұрыш, қалауыңыз бойынша өзіңізге ұнайтын приправаларды қосуыңызға болады. Келесі қамырды осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Осылай илеп қоямыз. Бірінші бөлігін осылай шаямыз. Шайып болғаннан кейін табамызға орналастырып, салмасын саламыз. Келесі екінші бөлімінде солай жайып, бетіне жауамыз. Арасына негізі сары май салып жіберген өте дәмді және де сулы, күшті болып шығады. Осылай қалауларыңыз бойынша өріп шығасыздар. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығасыздар. Келесі осылай ортасын міндетті түрде кесіп, ашық, кішкене бөлігін ашық қалдыру керексіздер. Сосын бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер де қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Міне біздің етті бәлішіміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Қамыры да өте жұмсақ, ауызда еритін қамыр болып шығады. Сулы, дәмді, міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.